Сәлем достар, бүгін сіздермен арықтаудың тәсілдерімен бөлісеміз. Біздің парақшамызға тіркеліп лайк басыңыз. Негізі арықтау өте қиын процесс екені бәрімізге мәлім. Арықтау салмақтан арылу үшін нутрициолог, диетолог, эндокринолог маманына жүгінген жөн. Өйткені көп жағдайда салмақ белгілі бір уақытта тоқтап қалады. Осындай жағдай болмас үшін өзіңіздің жан-жақты денсаулығыңызды бір тексеріп алып, бәрі жақсы екеніне көз жеткізгенде, әрі қарай сіз үшін арықтау өте жеңіл болады. Ескерту: тез арықтау қалаған дене пішіміне жету үшін арықтататын дәрі-дәрмек қолданбағаныңыз жөн. Оны мамандар да қолдамайды. Негізі үй жағдайында арықтау үшін белгілі бір тағамдардан бас тартыңыз. Арықтау кезінде кедергі болатын тағамдар қант, газдалған су, тәттілер, торттар мен кекістер бас тартыңыз. Тағы да басқа тағамдарды келесі видеода айтамын. Қант денсаулыққа тигізер кері әсерлі жетерлік. Артық салмақ, жүрек ауруы, есте сақтау қабілетінің нашарлануы және тағы да басқалары. Егер таңғы асқа құрамында қанты көп тамақ жесеңіз, сіздің ағзаңыз ішке түскен асты энергияға айналдыру үшін инсулин гормонды көбірек талап ететін болады. Бірақ инсулин деңгейінің әрдайым жоғары болуы ағзаны өзіне үйретіп сезімталдығын төмендетеді. Бұл қандағы глюкоза көрсеткішін өсіріп жібермек. Инсулин бұзылса, тез шаршауға, әрдайым аштық сезіміне, қан қысымының көтерілуіне алып келеді. Соның кесірінен ішке май жинала бастайды. Егер сіз тәтті лимонадтың бір стаканын күн сайын ішетін болсаңыз, бір жылда 6 келіге дейін оп-оңай толысатын боласыз. Әрбір қосымша тәтті сусын семіздікке апарады. Газдалған сусын сіз ішкен сайын адамды шөлдету процесін тез жұмыс жасайды. Сол үшін ең алдымен арықтау процесін бастамас бұрын ақырындап осы жоғарыда айтылған тағамдар мен сусындардан бас тартыңыз. Сіздермен бірге болған Адам тағам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.